Барлықтарыңызға сәлем, менің каналымның көрермендері және де жаңадан қосылған көрермендер. Қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мен осындай құйрықты маринадтауды көрсететін боламын. Осылай менде құйрықтың граммы 350 грамм құйрық. Соны осылай бөліп, кесіп, бөліп алам. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Қазір қайнап тұрған суға осылай батып тұратындай етіп, құйрығымды салдым. Құйрық майды салып, қайнап тұрған суда 20 минут пісіретін боламыз. 20 минуттан артық қайнатудың керегі жоқ. Сосын екі бас тал чеснок, то есть езіп аламыз да, кейін үстіне приправаларымызды, дәмдеуштерімізді салатын боламыз. Біраз қасық тұз салдым, біраз қасық қара бұрыш, және кориандр біраз қасық. Кориандр саламыз біраз қасық, және қызыл бұрыш. Мына жерде копченый паприка салдым. 3 қасық саласыздар копченый паприканы. Иісі жақсы қылады. Және қызыл бұрыштан біраз қасық. Сөйтіп чеснок саламыз. 1 чайный ложканың көлеміндей саламыз чеснокты. Егерде үйлеріңізде жидкий дым деген болатын болса ғана құйсаңыздар болады, біраз қасық. А егер жоқ болса, онда не обязательно. Салмасаңыздар да вот жидкий дым. Чеснок 1 чайный ложка көлемінде. Барлығын осыларды араластырып, біз осындай қоспаны дайындап алдық. Қазір осыған күрдікті алып, кесіп, аунатып, маринадтап, тұздап қоятын боламыз. Менің құйрық майым уже пісіп болды. Сүзіп алдым. Осылай кесіп, жаңағы дайындаған дәмдеуштерімізді араласып тұрған соның үстіне ауната отырып сіңдіреміз де. Осыған ауната отырып, барлық жеріне тигізе отырып, сіңдіріп, бір кесеге жинап, холодильникке саламыз. Холодильникте 2 тәулік тұрғаны жақсы. 1 тәуліктен кейінде алып жіберуге болады. Біздің маринадталған күрдігіміз дайын. Өте керемет, дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық.